Söz sizдің аузыңызда кезде, söz сіздің құлыңыз. Söz аузыңыздан шыққаннан кейін, сіз сөздің құлысыз. Айыптың ең үлкені, сенде бар болған айыппен басқаны кінәлауың. Саған ашуланса да, ешбір жамандық көрсетпеген адамды өзіңе дос тұт. Өйткені ашу адамның мінезін ашып береді. Сөз бұл дәрі, оның азы жасатады, көбі өлтіреді. Адамдық деген берген сертінде тұра алу. Дүниеде екі адамның разылығын алуда ашкөз бол, анаң мен әкеңнің. Өзіне әдептілік міндеттелген адамның жаман қасиеттері азаяды. Мөминнің жымиғаны жүзінде, мұңы жүрегінде. Мінез құлық пен иба ақылдың сыртқы көрінісі. Ғайбатты тыңдаушы ғайбат айтушымен бірдей. Тілі тәтті болғанның досы көп. Ең хайырлы дос, сені хайырға сүйрейтін дос. Пасық және күнәһар кісілермен бірге болудан қаш. Өйткені жамандық жамандыққа қауышады. Жақсы ниетте болу көңілге шаттық, тәнге саулық береді. Көркем мінезді кішіпейілділіктен жоғары тұратын мәртебе жоқ. Басқа түскен бәле кезінде күйініп, шағымдану қиыншылықты одан сайын арттырады. Жәннат жомарттардың, жәһәннәм жәһилдердің мекені. Мың рет зұлымдық шегуші болсаң да, бірде-бір рет зұлымдық істеуші болма. Бір тілде сөйлесетіндер емес, бір сезімді бөлісетіндер түсініседі. Қаншама қан бар төгілген, солардың бәрін төккен тіл болатын. Біреу сенен теріс бұрылса, мұңайма. Осылайша досың мен дұшпаныңды ажырататын боласың. Аллах сені еркін қылып жаратқан. Ашкөздік сені құл етпесін. Сені ренжіткен кісі кешуін өтінсе, қабыл ет, тек сақтама. Хақ болған кезіңде ешкімге бас имейсің.
Рас нәрселерді айтудан қорықпа. Байлық жапанда да жұрт, жоқшылық жұртта да жапан. Жасаған жақсылықтарыңды және саған түсіндірілгендерді жасыр. Бұйрық иесі болу адамның шын болмысының сынағы. Көркем мінез ең көркем діндарлық. Басқалардың қиындықтарын көріп, бастан өткізген, қасіретінен сабақ алғандар шынында бақытты адамдар. Көркем мінез ең жақсы жолдас. Моминнің амал дәптерінің белгісі көркем мінез. Адамның өз нәпсісін жақсы көруі ақылының әлсіздігіне дәлел.